Ассалаумағалейкумдер. Camry 50-лік 2.5 осы автокөлікті Euro 2 стандартына түсірген болатынбыз. Бізде проблема стандартты, күнде өзіңіз білетіндей чек жанады, ВСК жанады, антизанос жанады, катализатордың кесірінен. Катализаторды қазір мен сізге көрсетем. Бір жерге барған, сондай турба салып берген, негізінде пламя-гаситель салудың орнына мынандай бір турба салған, ол болмайды негізінде. Ол сечениесін қараң, ал оригиналды пламя-гасительдің сечениесін қараң. Сечение деген тесік. Дәл осындай болу керек міне оригиналды пламя-гасительдер. Мынандай турба емес. Мынандай турба болса, ол сечение газ берген кезде машина жанған ауа до конца шықпайды. Попросту глушительдің артына картошка тығып қойғандай болып жүрмейді іркілдеп. Пламя-гаситель салдым, маған істеп берші деп, машина жүрмейді прошивкеден кейін. Дәл осындай турба болмайды негізінде. Мынандай оригиналды оң жақтағы пламя-гаситель салу керек. Бұйырса қазір соған жібереміз, бір кісіге жақсы жасайтын сол жасап береді. Біз прошивка өзіміз қызметін жасап берген болатынбыз. Катализатор, антизанос барлығы сөнді. Және де датчик давления жанған болатын. Бұл бізде көлік американдық. Бір датчик жасамайды. Қазір әзірше датчигін сөндіріп береміз. Ертең алып келеді датчигін, соны оқытып, болса сонда ошибкасын сөндіріп беретін боламыз. Қазір трассада айдап көретін болады. Иесінің өзі сұхбатын сұраймыз. Қандай проблема бар екен, өзгеріс бар ма, жоқ па, соны бір сұрап көретін боламыз иесінен. Жаңа прошивка жасаған болатынбыз. Қалай жалпы көлік прошивка? Өзгеріс бар ма? Бар өзгерісі, жүрісінде. Типкенде бәрі қойған шығар өзіне. Коробка скоростан қысқанда азып деуетіне туғардың бәрі кеткен. Осындай прошивкаден кейін осындай бір сиқыр болады негізінде. Енді ауызбен айтып түсіндіре алмаймын. Кімде 50-лік Camry'лер болса келіп жасатып көрің, сосын өзіңіз түсінетін боласыз қандай екен. Осы міне Camry автокөлігімізді прошивка жасаған болатынбыз. Баршаңызға да рахметін білдіремін. Лайк басып, комментарий жазып жатқаныңыздарыңызға. Осындай көлік түсір дегеніңізде міне түсіріп жатырмын сізге 50-лік Camry'ді. Комментарий осы 50-лікке көп жазып жатыр едіңіз. Бұл армян бізде, бұл көлік армянды. Өзіңіз білесіңіз, катализатор болмайды прошивка жасаған алып білген кезде. Сондықтан бір жақсы жаңағындай пламя-гаситель салып, сосын прошивка жасасаңыз, көлік уже Euro 2 жүрісте әдемі болады. Баршаңызға рахмет, сәттілік.